Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сауат ашу сабағына қош келдіңіздер. Балалар, біз бүгін дені саудың жаны сау атты жаңа бөліммен танысамыз. Бүгінгі сауат ашу сабағымыздың тақырыбы заттың атын білдіретін сөздер. Бүгінгі сабақта сен заттың атын білдіретін сөздерді ажыратасың, заттың атын білдіретін сөздерге жетекші сұрақтар қоюды үйренесің. Балалар, сендер таңертең тұрғанда ең бірінші не істейсіңдер? Жақсы, олай болса, келесі бейнероликті тамашалауды ұсынамын. Ақжібек, ұйқыдан тұра салып ұялы телефон қарауға болмайды. Бұл кім? Ол сенің ойлануыңа әсер етеді. Әсіресе таңғы уақытта телефонды шұқылама. Сәлем, Ақжібек. Сәлеметсіз. Мен Перизатпын. Сәлеметсіз бе? Мен бүгін күні бойы сенің жаныңда боламын. Екеуміз бірге күн тәртібін үйренеміз. Алдымен ұйқыдан тұрған кезде не істеу керек? Менің ойымша, бет ауызды жуып, тісімізді тазаламыз. Иә, ал сен не ол телефон көрдің? Ендеше, кеттік. Алдымен беті қолыңды жақсылап жу. Содан соң тісіңді тазала. Әр адамның жеке тіс щеткасы болу керек. Күніне 2 рет, яғни таңертең және кешке тазалап отырған жөн. Тәттіні көп жемеңдер. Жаңғақты да тіспен шақпау керек. Сонда тісің сау, әдемі болып өседі. Ақжібек, тісіңді жақсылап тазаладың ба? Иә, жақсылап тұрып тазаладым. Жарайсың. Балалар, бұл бейнероликтен қандай қорытынды шығаруға болады? Әрине, таңертең ұйқыдан тұрған кезде ұялы телефон немесе теледидар көруге болмайды. Күн тәртібі дегеніміз бір күнде атқарылатын іс-әрекеттер. Күн тәртібін сақтаудың пайдасын анықтап алайықшы. Күн тәртібі сенің сергек болуыңа көмектеседі. Күн тәртібін сақтасаң, көп нәрсеге үлгересің. Дұрыс құрылған күн тәртібі мектеп оқушысы үшін оқумен қатар демалуға және ойын ойнауға да уақыт табуына мүмкіндік береді. Балалар, сендер күн тәртібін ұстанасыңдар ма? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақты меңгеруге дайынсыңдар ма? Олай болса, келесі бейнероликті тамашалайық. Ай мектеп. Біздің үйге қонаққа кімдер келеді? Бауыржан ағамыз бен Салтанат тәтеміз келеді. Ал, не аламыз? Әртүрлі заттар аламыз. Әртүрлі заттар емес қой бұл. Енді не? Бұл азық түрлік. Тағы не аламыз? Керек жарақ заттарды аламыз. Мыналар көкөністер. Дана, мына заттарға қандай сұрақ қойылады? Мынау не? Мыналар нелер? Не, нелер, кім, кімдер деген сұрақтар қойылатын сөздер заттың атын білдіреді. Түсінікті ме? Түсінікті. Онда Бауыржан, Салтанат деген сөздер кім деген сұраққа жауап бере ме? Иә, олар адамның есімдері. Бауыржан ағам дәрігер, ал Салтанат тәтем кім?